Ассаламу алейкум, нежность сөмкесін тоқимыз. Ол үшін бізге номері 6 ілгек, қайшы және де осындай бір жағы ашылатын кольцо міндетті түрде сөмкеге тағып қоюымыз үшін астармада осындай тартпа баудың төменгі жағына тағатын осындай менде жұлдыз тәрізді түйме, екі жағынан да жіп өтетін болу керек. Осындай жылтыр бау, тесьма деп те атайды бұны, және де бір моток жіп. Дәл осы дөңгелек форманың тоқылуы менің арнамда бар, осылай тоқып аласыздар ең алдымен. Және де алғашқы қатарды жай ғана қарапайым видеода көрсетілгендей етіп, мінекей қараңыздар, үстіңгі жағынан бірінші және артқы жағынан екінші жіптен өткіземіз де бір галочкадан айналдыра тоқып шығамыз. Ал енді қатарымызды бір-біріне қалай жалғаймыз, мұқият қараңыздар. Соңғы бөлігіне келіп жеттік. Мінекей ілгектің кірген бөлігін қараңыздар. Үстіңгі жағындағы бірінші галочкадан ілгекті өткіземіз. Жұмысшы жібімізді тартып, осы дөңгелек форма сиятындай етіп ұзартып аламыз да, шығарған бойда дөңгелекті айналдырып өткіземіз. Мінекей. Және де артқы бөліктегі жіптен тартамыз. Қатты тартып қажет емес, осылай мінекей былай кет қалмасын, осы аралықта тұратындай етіп тартамыз. Табанынан жоғары қарай бірінші қатарымыз пайда болды. Екінші қатардан бастап біз өрнек тоқитын боламыз. Қараңыздар, мінекей. Негізгі жіптің шыққан тұсынан жоғарғы бөліктен ілгекті кіргіземіз. Негізгі жіпті іліп аламыз да, төменгі жақтан оң жақ бөлікке қарай галочканың астынан ілгекті кіргізіп, негізгі жіпті іліп аламыз. Және де осылай шығарамыз. Мұқият қараңыздар. Астыңғы жақтағы бірінші галочканы қалдырдым. Жоғарғы жақтағы екінші галочкадан ілгекті кіргіземін. Жаңағы астыңғы жақтан қалдырған галочканың астынан ілгекті кіргіземін. Негізгі жіпті іліп аламын. Және де ілгектің бойындағы жіптерден өткіземін. Тура осылай қайталап отырып, екінші қатарды тоқып бітіреміз. Қатарларды бір-біріне қалай жалғау керектігін түсіндіретін боламын. Екінші қатарымыздың соңғы өрнегін тоқыдық. Енді мінекей қараңыздар, үстіңгі жақтағы, мына шатастырып алмаңыздар, үстіңгі жақтағы бірінші галочкадан ілгекті өткіземіз, негізгі жіпті іліп алып шығарамыз, және де осы дөңгелек форма сиятындай етіп жібімізді созамыз. Сол шыққан бөліктен дөңгелек форманы айналдырамыз осылайынан, негізгі жіптен тартамыз. Мұқият қараңыздар. Әрбір қатарды дәл осылай бір-біріне жалғайтын боламыз. Және де үшінші қатарда дәл осы екінші қатардағыдай басталады, аяқталады. Мен тура осылай 9 қатар тоқыдым.
Мінекей, мен барлығы 9 қатар тоқып аяқтадым. Ендігі кезекте біз осы сөмкеміздің жиегіне бекітпе тігісін жүргізетін боламыз. Ол үшін мұқият қараңыздар. Мінекей, негізгі жіптің шыққан тұсынан ілгекті кіргіземіз. Жоғарғы жағынан қарағанда міндетті түрде жоғарғы жағындағы галочкалардан алып отырып тоқимыз. Мінекей, бірінші галочкадан негізгі жіпті іліп алып шығарамыз. Екінші галочкаға ілгекті кіргіземіз. Негізгі жіпті іліп алып шығарамыз да ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Тура осылай үстіңгі бөліктегі галочкалардан ілгекті кіргізіп отырып негізгі жіпті іліп аламыз, ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Осылайша тоқып, соңғы бөлігіне келіп, бір-біріне жалғаймыз. Бастапқы және соңғы қатарда бір-біріне қалай жалғаймыз? Ол үшін қажетті мөлшерде шамалы ғана жіпті қиямыз және де бекітіп тігетін алғашқы жанынан қарағандағы галочкаға ілгекті кіргіземіз. Негізгі жіпті іліп алып шығарамыз да оны сол шыққан тұсына артқы бөлігінен қайтадан кіргізетін боламыз. Мінекей, артқы бөлігінен ілгекті кіргіземіз. Аяқтаушы қатардағы галочканың ортасынан өткіземіз ілгегімізді. Негізгі жіпті тартып алып шығарамыз. Сол кезде біздің бекітпе тігісіміздің басы қайсы, аяғы қайсы білінбей, әдемі болып бір-біріне қатарымыз жалғанып кетті. Осы артылып қалған жібімізді артқы бөлігіне бір рет байлаймыз, сөгіліп кетпесі үшін, және де мына тоқылған бөліктердің арасынан өткізіп жібереміз. Сөмкемізге подклад тігу үшін осындай матаның қиындысын аламыз да, сөмкенің сыртқы бөлігінен осылай табанын қоямыз, сыртқы бөлігінен дөңгелентіп, сызып, матамызды қиып, үтіктеп аламыз. Ендігі кезекте сөмкеміздің биіктігін және де ішкі бөлігіндегі общий кругтың санын өлшеп аламыз. Және де осы өлшемдерге сәйкес ішкі бөліктің подклад матасын қиятын боламыз. Сөмкеміздің общий кругі 43 сантиметр болды, тігіске 1 сантиметр қосып 44, және де биіктігі 13 болды, оған 20 сантиметр қосып 33, яғни қайырып тіккен кезде қажет болады бұл 20 сантиметр, сол үшін 33 етіп өлшеп қиып аламыз. Енді оны осылай машинкада тігетін боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп барлығын мұқият қарап тігеміз. Ең алдымен подклад матамыздың биіктігін, яғни 33 сантиметр болатын бөлігін тігіп аламыз. Кейін оған сөмкенің табанын, дөңгелек табанын инемен сәйкестендіре отырып тігеміз. Тігілген подкладымызды сөмкенің ішіне салып, табанын бекітіп, биіктігі 13 сантиметр болатындай етіп бір-біріне сәйкестендіреміз, және де матамыздың артық 20 сантиметр бөлігін 10 сантиметрден осылай бас жағынан қайырамыз. Мінекей, табанынан бастап 13 сантиметрді есептеп алдық. Сол аралыққа дейін жоғарғы жағындағы бөліктегі матаны екі бүктеп қайырып тігетін боламыз.
Мінекей тігілген бөлігімізді сөмкенің ішіне орналастырып, ине мен жиегінің барлығын түйреп аламыз да, сөмкенің бетін жауып тұратындай етіп өлшейміз. Әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Менде артық тұрған осы жоғарғы жағындағы 10 сантиметрдің қақ ортасынан 5 сантиметрден ортасынан бау өтетіндей етіп екі тігіс түсірдім. Сіздер де өздеріңіздің бауларыңыздың көлеміне қарай 1 сантиметр немесе 0,5 сантиметр беріп, қақ ортасынан бастысы сөмкеңіздің беті жабылып тұратындай, тартпа бауды тартқан кезде сөмкенің беті жабылып тұратындай етіп тігіп алсаңыздар болады. Мінекей подкладымыз дайын. Енді оны сөмкеге бірінші инемен түйреп сәйкестендіріп аламыз. Кейін ине жіппен қолымызбен осыған түстес жіпті алып, инеден өткізіп тігетін боламыз. Мінекей қараңыздар, видеода көрсетілгендей етіп мұқият майдалап, арасын өте алшақ қылмаймыз, жиі-жиі етіп тігіп алатын боламыз. Подкладымызды сөмкемізге бекітіп тігіп алдық. Енді бау өтетін аралыққа қайшының ұшымен ғана жіпті қиып алмай, ортасындағы бос бөліктен иненің ұшымен қиып аламыз да, сол аралыққа бауымызды түйреуіштен өткізіп, тартып отырып шығарып аламыз. Тесманы өткізіп болғаннан кейін бұл жылжып өтіп кетпес үшін басына осындай түйме қадап байлаймыз. Осындай темір ручкасын төбе жағынан немесе боковойындағы өрнектердің арасынан өткізіп тағып алсаңыздар болады. Осымен біздің нәзік сөмкеміз дайын. Баршаңызға рахмет. Менімен бірге болыңыздар.